Құрметті менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Кешегі құрақтың барлығын мен машинкамның қасына әкеліп қойып алдым. Ортасына А4 парақтан кесіп, бөліп қойып ап келдім жинап. 5 көрпе тіксеңіздер де, 10 көрпе тіксеңіздер де осылай жинап әкеп қойып алуға болады. Міне қазір А4 параққа дейінгі бірінші бөлікті аламын. Осыны қазір қалай тігемін, соны сіздерге көрсетпекшімін. Пагонның үстіне алдымен 2 бұрыштама тігіледі. Туралап қойып алайын. Мінекей пагонның үстіне кішкентай бұрыштаманы қойдым. Бұл жерде бұрышына келтіресіздер. Және бер жағындағы пагонның қисық шеттері болса, ол тігістің ішінде қалу керек. Соны туралап, міне бұрышына келтіріп алдым. Соны туралап қойып алыңыздар. Бір шетінен шамалы шығып тұрса, екінші шетінен де сонымен бірдей шығып тұру керек. Қисық жерлеріміз. Бұрышына туралап келтіріп алыңыздар. Енді лапканың шетінен өлшеп алып отырып, тігіс түсіремін. Құрақтың бас аяғын бекітуді ұмытпаңыздар. Бекіту дегенді білесіздер, 2-3 қайтара жүруді бекіту деп айтамыз. Және бұл жерде біз лапканы көтеріп отырып, арасында тоқтатып көтеріп отырып, көтеріп отырып тігулеріңіз керек. Себебі мына бұрыштамалар көлденең матадан қырқылған. Көлденең мата білесіздер, бұл велюр матасының көлденең жағынан созылмалы келеді. Ұзындығы жағынан созылмайды, көлденең жағынан созылмалы келеді. Соны жаңағы лапканы көтере отырып, тігісті тартпай, түзу тігіс жүргізуге тырысамыз. Бұл тігістің өзінде де біз бір нәрсеге сүйене отырып тігуіміз керек. Соны көрсетпекші отырмын сіздерге. Мына екінші кішкентай бұрыштың, пагонның екінші шетіне кішкентай бұрыштаманы тігеміз. Екіншісін бұрышына келтіріп алдым. Пагонның қисық жерлерін бірдей көлемде шығарып, берік шетінен бұрышына келтіріп алып тігеміз. Бас аяғын бекітуді ұмытпаңыздар. Себебі құрақтың ғұмыры ұзақ болу керек. Кем дегенде 20-30 жыл қызмет ету керек бұл құрақтарымыз. Мені лапканы көтеріп, қайтып басып отырмын. Себебі тігіс тартылмай, еркін түсу керек. Тігіс түсініңіздер, матаны тартып, жирап, деформация болмай, еркін тігілу керек. Сол үшін көтеріп, түсіріп отырмын арасында. Енді үлкен бұрышты мына шетіне қойсақ тура келмейді. Мына шетіне қоямыз, көрдіңіздер ма? Сонда кәдімгі біз үлкен бұрыш шығарамыз.
осылай қойып отыруым керек. Бұл жерде де бір нәрсеге сүйенесіздер. Мысалы мынау үлкен бұрыштың өзін мінекей астындағы погон бір шеті көрініп тұр ма? Және мына үлкен бұрыштаманың тура погонның ортасына келтіруіміз керек. Мінекей мына бұрыштаманы. Сосын міне тура ортасына келтіруіміз керек та, сосын екі шетіндегі осы екі неге қараңыздар, екеуінің көлемі бірдей болу керек. Сонда бұрыштарыңыз тура әдемі шығады. Және мынау екі шетінен асып тұрған бұрыштарды да бірдей болу керек. Екі шетінен асып тұрған мына бұрыштары да бірдей болу керек. Сол кезде бір нәрсеге сүйеніп отырып тігуіміз керек біз негізінде. Сонда барып біздің ойымыздағы құрақ шығады. Сол сүйенетін елдеріңізді айтып отырмын қазір сіздерге. Міне бас аяғын бекітеміз. Лапканы тігіс тоқтатып, лапканы көтеріп, қайтып түсіріп, тігісті жүргіземіз. Осыны ұмытпаймыз. Тігіс еркін түсу керек, матаны тартып қалмау керек. Себебі мына бұрыштама маталардың барлығы көлденең жағынан кесілген. Түсіндіңіздер ма? Ол деформация болса қисайып кетеді. Түзу шықпайды, түзу шыққанмен қисайып кетеді. Бұрыштарыңыз қисайып кетеді. Тігіс еркін түсу керек. Бас аяғын бекітеміз. Мінекей, үлкен бір бұрышты шығардық. Яғни біздің артық жіптерін алып тастаймыз. Міне көрпешенің бір бұрышы шықты деген сөз. Мынауыңыз қазір. Осы 4 бөлшектен мен бір бөлшек шығардым қазір. Міне бірінші бөлшегіміз бітті. Енді екінші бөлшекті аламыз. А4 параққа дейін аламыз мінекей. Осыны абаламыз. Мынаны ары қоямыз. Енді тігіс түсетін жағын погонның тігіс енінен түсетін болғандықтан сол погонға қарап отырып біз енінен түседі мінекей тігіс, қараңыздар. Бұрышына келтіріп қойып аламыз. Анау погонның қисық жерлерін бірдей көлемде шығарамыз. Соны ұмытып кетпеңіздер. Бірақ бұрышына келіп тұру керек. Енді мынаның тігіс түсетін арғы шетін машинаға қарап бұрып алдым. Бұл велюр матасы өте тайғанақ келеді. Бұған мұқият болмасаңыздар, тігіп отырған жерде түзу тіктім десеңіздер де қисайып кететін жерлер болады. Сол үшін мұқият болуымыз керек. Міне лапканы көтердім. Және бас аяғын бекіттім мінекей. Погонның бір шетіне бұрыштама түсті. Енді екінші шетіне мынау шаршы түседі, ортадағы шаршы. Оны тура осылай қойып
погонды неге алып келеміз? Құрақтың жанына алып келеміз. Тігіс түсетін жанына. Сосын ары қарай бұрып үстіне қоямыз. Міне тігіс осылай түседі деген сөз. Бұл жерде қараңыздар, мінекей, осы кішкентай бөлшектердің енді ұзындықтарын өлшеп отырамыз. Үстіндегі шаршыны сәл артқа қарай жылжытып контроль жасайсыздар. Сосын ұзын ба қысқа ма, мен қазір мен контроль жасап отырмын. Ұзын ба қысқа ма бір-бірімен салыстырасыздар. Ұзындығы бірдей екен. Енді анау погонның қисық кесілген жерлерін бірдей көлемде шығарып, үстіне мықтап ұстап, лапканың астына апарамыз. Бұл өте тайғанақ келеді. Бұның себебі түгі бар. Өте тайғанақ келеді. Сол үшін мұқият боласыздар. Бас аяғын бекіттім. Лапканы көтердім. Енді бас аяғын және бекітемін. Міне тігіп алдым. Шаршыда, бұрышта еркін жатыр. Көрдіңіздер ме, мінекей? Еркін жату керек, тартылмау керек. Міне енді бұны как паровоз мынау тігілмеген погонның қасына осылай әкелемін. Осылай істеп отырсаңыздар жаңылыспайсыздар. Мінекей үстіне қарай қойдым. Енді жұқа шаршыны үстіне келтіріп аламын. Астындағы погон құрақ ол қалыңдау. Ол қалыңдау мата астында тұрады. Погон үстінде тұрады. Мінекей қалдыратын жердің бәрін көлемін белгілеп алдым. Ұзындықтары бірдей. Артық болатын болса, екі шетінен бірдей артық қалдырасыздар. Ал жоқ, кем болса, екі шетінен бірдей кем қалдырасыздар. Былайша айтқанда, центрді ұстап тұрасыздар ғой. Бұл жерде центрді ұстап тұрасыздар. Және мынау ұзын лентаның түзулігін ұстап тұрасыздар. Бас аяғын бекітеміз. Лапканы көтереміз. Тігісті жүргіземіз. Міне тігіс шаршылар да, бұрыштамалар да еркін жату керек. Ол жаңа лапканы көтеріп отқаның пайдасы мінекей осы. Енді бұл паровозды мына құрақтың қасына тағы әкелеміз. Енді мына шаршыны үстіне қоямыз. Паровоз тігіс деп айтылатыны осы, жаңа ұзындығына қарай паровоз деп айтылады. Мінекей енді қараңыздар, ұзындықтары бірдей. Енді ана қисықтықтарын погонның бірдей көлемде шығарып аламын. Және мықтап ұстаймын. Енді лапканың астына апарамын. Лапканы көтердім. Және бас аяғын бекітеміз. Мінекей көреміз. Еркін түсті ма біздің шаршымыз?
Еркін түспеді ма? Бұл жерде еркін түзу шығып тұр, көрдіңіздер ма? Центрді алып отыруды ұмытпаймыз. Барлық тігісте центрді алып отырасыздар. Мінекей қазір енді мына бұрыштамамыз тұрады, берік шетінде тұрады ол бұрыштама, қимылдатпаймыз. Қалай тұр, солай тұрғызамыз. Енді жұқа матаны үстіне аударып алдым. Астында пагонды астына түсірдім. Енді екі шетінің ұзындығын тексере отырып, мықтап ұстап лапканың астына апарамын. Бас аяғын бекітуді ұмытпаңыздар. Лапканы көтереміз. Лапканы көтереміз, тігісті жүргізе отырып, және бас аяғын бекітуді ұмытпаймыз. Бәрі түп түзу, еркін түсті тігістері. Енді мына бұрыштамаға қимылдамай тұрды бұрыштамамыз. Енді соғын әкеп паровозды қоямыз жанына. Бұл бұрыштаманың алдында айтып кеткем, бұрышын бұрышына келтіресіздер. Пагонның бұрышына мына бұрыштаманың бұрыштарын келтіресіздер. Түзу шығу үшін мына жағын тегіс ұстаймыз. Және мына қисық жерлерді бірдей көлемде шығарып, тігістің ішіне жіберуге тырысамыз. Бас аяғын бекітеміз. Лапканы көтеріп, тігіс жүргіземіз. Міне мен екінші бөлікті де тігіп болдым. Енді осы екі бөліктен бірталай нәрсе түсінген боларсыздар. Сіздердің уақыттарыңызды босқа көп ұстамайын. Енді міне қазір түзу көрдіңіздер ме? Түзулігі түп түзу шықты. Себебі мен центрді ұстап отырдым. Енді сәл жылдамдау жүргіземін. Мына үшінші бөлікті алдым мінекей. Енді жылдамдау жүргіземін. Бұл жерде кешегіде не деді айттым, тырнақша құрағы бар жерде пагон ұзындығынан тігіледі. Ұзындығынан тігіледі. Яғни арғы шетінен тігіс түседі мінекей. Мына шетінен тігіс түседі деген сөз. Бұда да бұрышын бұрышына келтіріп аламыз. Енді шамал жылдамдау жүргізетін боламын. Тура сол алдыңғы екі бөлшекті қалай не қылдым? Бас аяғын бекітеміз. Лапканы көтеріп отырып тігісті жүргіземіз. Арасында көтеріп отырамыз. Бас аяғын бекітеміз. Бірақ жылдамдау жүргіземін енді. Мінекей қасына әкеп қойдым. Енді астында тырнақша құрағым қалыңдау, оны астына қалдырдым.
Бұның ұзындықтары бірдей болып тұр әзірге. Мінекей болдым. Енді мынаны үстіне қоямын. Бұда да ұзындықтары бірдей болып тұр. Бұл да паровоз болып шығады, міне осы ұқсап. Бұрышына келтіресіздер. Бұрыштамағы келген кезде лапканы көтеріп отырып тігуді ұмытпаймыз. Міне 4-ші бөлшекті алдым енді. Бұда да ою құрақ, тырнақша құрақ бар болғандықтан погонның ұзындығынан тігіледі. Сендірді алып отыруды ұмытпаймыз.